Бүгін жұма күні, барлықтарыңызға жұма күні құтты болсын. Және де бұл Рамазанның алғашқы жұмасы. Барлықтарыңызға Рамазан айы берекесімен келсін. Рамазан айы өзінің құлшылықтарыңызбен сіздердің өмірлеріңізді нұрландырсын. Және бүгін айтатын тақырып ол 900 этаждық адам туралы айтатын боламыз. Бұл Джалалиддин Руми деген бар, Мәулана деп аталады. Турцияда Коня жақта өмір сүрген бір суфист ғалым. Сол кісінің сөзі. Сол кісі адамды 900 этажға теңеген. И сол 900 этаж туралы айтатын боламыз. Не үшін бұл біз үшін қазір маңызды? Мысалы, ол Мәулана баяғы заманда өмір сүріп кеткен адамды. Сол үшін осы тақырыпты айтамын. Өткен эфир болған кезде көбісі осы тақырыпты сұрады. 900 этажды айтыңызшы. Сол үшін оны 900 этажды айтып сақтап қояды. Сосын көргісі келген адам көреді. Енді 900 этаж деген Мәулананың бұл 18 бәйт деген, бейт деп аталады түркше. Сол еңбегінде жазылған. Сол жақта айтады 900 этаждық адам деп, сол адам туралы айтқан. Енді бұл жерде ең бірінші бастамасын былай бастайық. Адам негізінде әрекетте болған кезде кайф алады. Егер де адам қозғалмайтын болса, онда әртүрлі проблемалар басталады. Не үшін? Өйткені бүкіл әлемде барлық нәрселер қозғалады. Мысалы, атомдар қозғалады, планеталар қозғалады, ағаштардың бүрлері қозғалады. Мысалы, қазір қыс болғанның өзінде қарайсыз ғой, ағаштар өліп қалған сияқты тұрғанмен, на самом деле олар тірі да. Ертең көктем келеді, қарайсыз өліп қалған ағаштың тұқымы бүршік жарады ғой. Бүршік жарған кезде сол ағашқа ол кайф. Ол әрекетте болған кезде ол ағаш кайф алады. Сол сияқты адамда өмірінде гүлденген кезде, тұқымдарын жарған кезде, бір әрекет жасаған кезде оның потенциалы ашыла бастайды. И біз өзінің адам потенциалын ашқан кезде бұл адам одан кайф ала бастайды. Бұны Құраннан мысалы қандай мысал келтіруге болады дейтін болса, Бәләд деген сүре бар, 90-шы сүре. Соның 4-ші аятында адам айтады сол жақта. Кәбәт деген сөзді қолданады. Бұл кәбәт деген сөз ыдысына симағанда тасыған деген мағынаны білдіреді. Яғни сондай потенциал дегенді көрсетеді. Өсетін потенциал деген нәрсені айтады екен. Бұл кезде не болады? Яғни адам, ол жақта адамның қалай жаратылған айтады. Біз сендерді бір тамшы шауқаттан жаратқан жоқпыз ба деген сияқты мысалмен айтады. И сол жерде, сол кішкентай нәрседен жаратылып, ары қарай сен үлкен адам болып кеттің ғой деген нәрсе. И сол Бәләд деген біздің ішіміздегі өсуге деген потенциал. Осы нәрсені Бәләд деген сөзбен көрсеткен екен. И және тағы пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Екі күні бірдей болған адам жоғалтты деген. Яғни біздің екі күніміз бірдей болмау керек. Егер де біз екі күніміз бірдей болатын болса, онда біз, значит, бір нәрселерді жоғалттық деген. Ал бізде екі күн емес, қаншама жылдарымыз может бірдей болып өтіп жатыр. Енді осы потенциалымызды аша алмаған кезде бізде не болады? Біз потенциалымызды аша алмаған кезде мұңая бастаймыз. Ішімізде бір сезім пайда болады. Маған бір нәрсе жетпейтін сияқты, бір нәрсе дұрыс емес деген сияқты сезімдер пайда болады. Яғни ол тұқым бүр жармайтын болса, онда ол шіри бастайды. Ал шіру адамның рухында ол мұң сезімі ретінде келеді. И адам мұңайып, всегда как будто бір нәрсе жетпейтін сияқты, ішінде сыртынан бәрі жақсы сияқты, бірақ ішінде бір нәрсе жетпейді. Сол сезім адамның потенциалын ашпағанын көрсетеді. Яғни өзіміздің рухымыздың потенциалын ашпасақ, осындай мұңаю сезімі, бір нәрсе жетпей тұрған сияқты сезім болады. Бұл потенциалды ашудың кайфын біз тек қана әрекет арқылы, белсенділік арқылы ғана біле аламыз. Сол кезде өмір сүру кайф болады, өмір сүру күшті бола бастайды. Сол кезде, яғни жоғарғы этаждарға қарай шығуымыз керек болады. Жапонияда мысалы терең депрессияға кіріп кеткен адамдарды, оларды не істейді, қайтыс болған сияқты жерлейді, сосын табыттың ішіне салады, сосын анау адамдар көтеріп бара жатқан сияқты дауыс шығарады екен, сосын үстіне топырақ лақтырған сияқты дауыстарды шығарып, қозғап сөйтіп істейді екен да. Сөйтіп адам өзінің қабірде сияқты нелер сезіне бастайды. Содан кейін сол депрессиядан, терең депрессиядан шығады екен. Немесе тағы да мысалы мынандай не бар, көздерін адамдардың маскамен байлап қояды. Сөйтеді да бірнеше күн солай өмір сүреді, жаңағы адам еш нәрсені көрмей, сосын көзін ашқаннан кейін әлемдегі барлық нәрселердің түстері күшті, әлем басқаша болып сезіле бастайды. Не үшін? Өйткені бізде өте көп
нәпсіміздің қалауларының артынан жүреміз да. Мысалы барлық, мысалы көзімізбен неше түрлі нәрсе көреміз, TikTok, там Instagram, пайдалы пайдасыз нәрселердің барлығын көре береміз, и біздің рецепторларымыз толып қалады. И сөйтеді да сол рецепторлар перезагрузка жасайды, сол кезде адамдар көбінесе депрессиядан шыға бастайды. Қазір тағы да айтамын ол туралы. Сосын барып тағы да не бар, мысалы өлімнен аман қалған адамдар, реанимацияда жатып шыққан адамдар, ауыр операциядан өткен адамдар, немесе ковидтан кейін адамдар өмірге құштарлықтары басқаша бола бастайды. Олар өмірдің ләззатын күштірек сезіне бастайды. Және депрессия бұл бар болу мен жоқ болудың арасындағы баспалдақтан төменге кеткен жағдайды көрсетеді. Егер де сізде депрессия болса, тревожность болса, сосын не бар тағы, бір нәрсе жетпейтін сияқты сезімдер болатын болса, бұл значит бар болу мен жоқ болудың арасындағы баспалдақтан астыға қарай кетіп бара жатсыз деген. Енді Мауляна Джалалиддин Руми туралы айтқан едім. Сол айттым ғой, 900 этаждан тұрады деп. Адамның 900 этаж жоғары этаждар бар, и 900 төмен этаж бар. Подвалға қарай 900 этаж тағы да кетеміз. Біздің, получается, біз адам 1800 этаждан тұрамыз да. Жоғарыға қарай этаждарымыз бұл біздің күшті сезімдеріміз, махаббат, сосын қандай шүкіршілік деген сияқты сезімдеріміз, ал астыға тартатын сезімдеріміз, астындағы подвалдағы бұл сезімдеріміз, бұл біздің жаңағы бір нәрсе жетпей тұрған сияқтығы деген сезімдеріміз, қызғаныш, тағы не бар, әртүрлі сол сезімдер. Негізі, мысалы, қызғаныш болсын, немесе ашу болсын, олар негізі жаман сезім емес, ешқашан өліп қалуға болмайды да, қызғаныш жаман екен, жоқ мен қызғанбайын, ашуланған жаман, олар жаман, бірақ ол сезімдер бізге берілді, оны дұрыс жаққа қолдана алатын болсақ, онда ол сезімдер де дұрыс болады. Енді сол әр этажымыз біздің неміз, рухымыз сол үйде қонақ сияқты, ал денеміз сол үйдің несі, денеміз сол үй болып тұрады, 900 этаждық, 1800 этаждық үй ол біздің денеміз, ал рухымыз соның ішінде бүйтіп қыдырып жүретін қонақ сияқты. Енді біздің сол неміз кім бар? Негізінде мысалы осы нені, рухтың жағдайларын ислам ғалымдары өте жақсы зерттеген, ал ғалымдар бойынша, мысалы Европаның ғалымдары болса, олар бұл нәрсеге кіре алмаған, олар барлығын неге байлаған, өлшенетін нәрселерге байлағысы келгендіктен олар ешқашан рухты түсінбеген. Тек қана Маслоу айтқан, біз деген белдің төменгі жағын ғана зерттедік деп Маслоу айтқанда, яғни біз жаңағы рухымыздың астыңғы 900 этажын зерттедік, ал үстіңгі этаждарына шыға алмадық деп айтқан екен. И сол нелерден әр этаждан біз жоғары шыққан сайын біздің рухымыз кеңейеді, ләззат алады, и сол жақтан күшті вид көріне бастайды. Мысалы, бір жоғары этаж үйге барсаңыз да, терезесіне қарасаңыз әдемі, жарық, таптаза, күшті болып көрініп тұрады ғой, барлық қала сенің аяғың астында сияқты, сондай вид болады да. Рухымыз біз жарықтаған сайын бізге сондай басқа әлемге, басқа адамдарға, басқа нәрселерге сондай күшті вид пайда болады. И бірақ уақыт өткеннен кейін рухымыздың іші пыса бастайды. Мысалы, біз келдік, мысалы, рухымыздың 500 этажына келіп тұрмыз дейік, жоғарыдағы 500-ді айтайын, мен қазір мысал ретінде 500-ге келіп тұрмыз, бірақ біз егер сол 500-де ұзақ тұра беретін болсақ, мысалы, біз бір видқа үйреніп қаламыз ғой, мен үйімде болған тауларға қарап тұрады да, күшті, жаңағы келген адамдардың бәрі айтады, күшті, бірақ мен ол үйде 3 жыл тұрамын, маған уже күнде көретін болған үйреншікті болып кетеді да ол нәрсе. Да, күшті, конечно, деп ойлайсың да, но бірақ нормально же деген сияқты, ана жақта басқа да күшті вид бар ғой деген сияқты сөйтіп ойлай бастайды адам. Сол сияқты рухымыз да сондай да, бір жерде ұзақ тұрған кезде ол сол нәрсеге үйленіп кетеді да, и жалыға бастайды. И сосын іші пысады сол жерде. И сөйтіп өткені не үшін? Өткені біздің рухымыз жоғарғы қарай шығу үшін жаратылған. И бұл жақта жаңағы Балат сүресінде тағы да айтылады, ахаба деген нәрсе бар, ол төбе дегенді білдіреді. Төбеге қарай шығу. Өйткені біздің рухымыздың потенциалы, өсуге потенциалы бар деп айттым ғой. Өсу потенциалы ол төбеге қарай шығу. Бір жерде қала беретін болсақ, бір жерде тұра беретін болсақ, онда рухымыз өте қатты ол жерде қиналады. И жаңағындай іш пысу, қызық емес, еш нәрсеге қызығушылық жоқ деген сияқты нәрселер бола бастайды. И рухымыз жоғары жаққа қарай шыққысы келеді, ал нәпсіміз болса бізді әрдайым астыға тартады. Жоқ, не істейсің сен ол жаққа, осы жақта бізде зона комфорта, қазір сен күшті отырсың ғой, зачем саған ана жаққа деген сияқты. И бұл жерде тоже ұшаққа мінген сияқты
санауға болады. Мысалы, ұшаққа мінген кезде, ұшақ енді ұшайын деген кезде оны өте қатты энергия керек, өте қатты күш керек. Ұшақтарға мінген болсаңыз, именно ұшайын дегенде жаңағы барлық светтерді өшіреді, ішіндегі салонның ішіндегі не үшін айтады. Өйткені бізге энергия ұшуға керек дейді да, күш, барлық күшті жаңағы ұшуға жұмсайды. Сөйтеді да жаңағы деп білесіздер ғой дауысына. И солай жаңағы жоғарыға қарай ұшуға тырысады. И жердің тартылыс күші оны өте қатты тартады өзіне, и ұшу үшін сондай өте қатты энергия жұмсайды. И содан кейін жаңағы белгілі бір биіктікке жеткеннен кейін ол сол биіктікте 10 000 метр биіктікте болсын, 15 000 метр биіктікте болсын да, ол спокойно ұшып кете береді да, оны ешқандай жер астыға қарай тартып, ойбай құлап қалайын деп жатырмын деген нәрсе жоқ. Ішінде рахаттанып, адамдар тамақ жеп, ұйықтап отыра береді. Сол сияқты біздің де рухымыз жоғарыға көтерілейін деген кезде, ол ең қиын сәттерді сол кезде шыдай алатын болсақ, шыдай алсақ, жаңағы барлық күшімізді, сол рухымызды жоғарыға жіберуге жұмсай алсақ, нәпсімізді шамалы тыя тұратын болсақ, онда біз сол самолеттің жаңағы жоғарыға көтерілгеннен кейін уже жеңілірек бола бастайды. И осы Рамазан айы бізге осы рухымызды жоғарыға қарай шарықтатуға ең күшті мүмкіндік. Не үшін? Өйткені біз аузымызды оразамен тиямыз ғой. Сол кезде рухымыздың жолы ашыла бастайды. Рухымыздың көкжиегі ашыла бастайды, рухымыз шарықтай бастайды. Именно осы айларда, осы Рамазан айында шайтандардың аяқтары кісенденеді деп айтылады ғой. И сол шайтандар да бізге мешать етпейді, былай қарайтын болсақ. Көп мүмкіндік бізде болады. Және де біздің рухымыз аштықпен өте, нәпсіміз аштықпен өте қатты күшті не істейді ғой, тәрбиеленеді, ал рухымыз болса, ол изначально Аллахты қалап тұрады, ол изначально жоғарыға қарай көтерілгісі келеді. И сосын жаңағы нәпсіміздің күші азайғандықтан ораза ұстап бізге ұшу жеңіл болады. Енді бұл жерде айта кетейін, мысалы нәпсімізді да ең бірінші жаратылған кезде нәпсімізді айтты ғой, Аллах сұрайды, мен кіммін, сен кімсің деген кезде, мен нәпсіміз айтады, менмін, сен сенсің дейді. И оған әртүрлі жазалауларды береді. Қинайды, анау отқа салады, анау деген, білмеймін, есімде жоқ қалай. Бірақ нәпсіден сұраған кезде, сен кімсің, мен кіммін дегенде, ол айтады, менмін, сен сенсің деп өзінше болып тұрады. Содан кейін Алла тағала оған аштықты береді нәпсіге. Содан кейін барып нәпсі айтады да, сен менің Раббымсың, мен сенің құлыңмын деп сол кезде ғана мойындайды. Яғни нәпсіні ең күшті тәрбиелейтін нәрсе бұл аштық, яғни ораза да. Сол үшін дәл қазір күшті оразаның Рамазан айының құрметінде осы нәпсімізді жоғары қарай шығаруға болады. Енді нәпсімізді қалай жоғары шығарамыз да? Бұл жақта не істеуге болады? Ораза ұстау тек қана нәпсімізді ғана ұстайды, ал рухымызды жоғары көтеру үшін бұл Құран оқуға болады, немесе осы айда пайдалы зікірлер деген сияқты, салауат, ля иляха илляллах деген сияқты, немесе басқа да дұғаларды жасауға болады. Енді ары қарай біздің нәпсімізде сол жоғарыға қарай шықпайтын болсақ, бір орында тұратын болсақ, жаңа айттым ғой, 500 этажға келдік дейік та, нәпсіміз 500 этажда нәпсі тұра бермейді, или ол жоғарыға қарай шығу, нәпсі емес, рухымыз тұра бермейді. Ол жоғарыға қарай шықпайтын болса, ол міндетті түрде астыға қарай түседі. Ешқашан бір констант, стабильный нәрсе болмайды рухымыз үшін. Ол или жоғарыға қарай жүру керек, или астыға қарай кетеді. И сол үшін астыға қарай кеткен кезде ол не болады? Астыға қарай кеткенде ол подвалға қарай кетеді. Подвалдағы этаждар бұл қараңғылық пен жамандықтардың этаждары. И бұл жаққа кеткен сайын рухымыз қинала бастайды. И бұл жерде адам егер өспейтін болса, жаңағы астыға қарай түсе беретін болса, қараңғылыққа, подвалға қарай минус кете беретін болса, онда не болады? Онда адам өзінің өспейді, өзінің потенциалын ашпайды. Содан кейін ол не істейді? Жамандық жасайтын болады. Көре алмаушылық деген өте қатты болады ол адамда. Өсек айтып, қызғанып, солай жаман жаққа қарай ол адам кете береді. Сондықтан міндетті түрде жоғарыға қарай ұмтылу керек та. Да, әрине бір адамның жалғыз өзі жоғарыға қарай шығуы қиын. Сондықтан желательно жоғарыға қарай тартатын бір адамдармен ілескен жақсырақ болады. Егер сондай достарыңыз болатын болса, бір нәрсе істеп жүреді, әйтеуір сондай адамдар болса, соларға ілесіп алсаңыз негізі жақсы болады. Хотя бы өсек айтпайсыз, хотя бы нормально ортада жүресіз деген сияқты. Қаншалықты этажымыз төменге қарай түсетін болса, рухымыз соншалықты қысыла бастайды, және мұңаю сезімі соншалықты қатты болады. Мұңаю бір нәрсе жетіспеген сезім рухымыздың астыға қарай кеткенінің ең күшті
диагностикасы, ең күшті анализді осымен білуге болады. Соңында адам терең депрессияға кіреді, сол мұңаю сезімі постоянно болғаннан кейін, и бұл оның рухының төменгі этаждарда екенін көрсетеді. Негізінде біздің рухымыздың қанаты бар да, андай айтады ғой, бір күшті әңгімелерді естіген кезде айтады да, рухым қанаттанды дейді да. Не үшін? Өйткені рухым қанаттанып қалды. Не үшін? Шынымен де өйткені рухымыздың қанаты бар. Бір әңгіме жақсы, бір әңгіме естідіңіз күшті, бір нәрсе естідіңіз, прям күшті, бір рухыңызда бір сезім пайда болады. Ол рухтың қанаты деп аталады. И ол сразу келеді да, мысалы, астыңғы бір этажда төбеге қарай ұшып шыға алады. Тағы да түркшеде бір өлең бар, мен ұнататын, канатларым бар рухымда деген бір өлең бар да. И шынымен де рухымыздың сондай қанаттары бар. Енді бұл біз ойлаған сияқты, жаңа құстың қанаты сияқты, там ондай емес, басқаша қанат болады. И сол қанат, рухымыз қанаттанған кезде әртүрлі шабыттар келеді адамға, и солай ол тез жоғарғы этаждарға шығады. Және де біздің негізгі рухымыздың қанаты бар, и біз любой уақытта 900 этажға дейін ұшып шыға аламыз да, бірақ сол аяғымыздан кісендеп тұрған нәпсіміздің шынжыры бар. Сол нәпсіміздің шынжырынан шыға алатын болсақ, онда сол ең жоғарғы дәрежелерге шыға аламыз да. И нәпсіміздің шынжыры біздің нәпсі эмария деп аталатын, тек қана ішіп жеу, жату, ұйықтау, сондайды ғана ойлайтын, өзіне жамандық жасайтын сондай нәпсінің түрі да. Сол нәпсі бізді всегда аяғымыздан шынжыр болып тартып тұрады. Бұған дәлел ретінде мысалы қалай ұшуға болатынына, қанаттар қалай бар дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миражға шығуын келтіруге болады да. И әр мұсылманның сәждесі оның миражы. Сол үшін егер де сәжде жасайтын болсақ, біз сол жерде егер шынымен де сезініп жасайтын болсақ, ол біздің миражымыз бола алады. Және де рухымыз сол жерде ұшып қанаттанып жоғары этаждарға шыға алады да. И ол сезімді адам сезіне алады. И мысалы мынандай нәрсе бар, медицинамен байланыстыра кететін болсақ, мысалы миымызда рахаттану сезімі бар. Ғалымдар зерттегенде айтады да, адамның миында мынандай орталықтар бар, бұл нейромедиаторлар арқылы келеді, бұл дофамин, серотонин, окситоцин, қандай сол сияқты норадреналин, адреналин деген сияқты. Осылар күшті да адамға кайф береді. Мысалы сен бір мороженое жейсің, о күшті кайф дейсің да, сөйтіп дофамин сенде бөлінеді дейді. Бірақ енді всегда біз тек қана мороженое жеп, или болмаса бір жетістікке жетіп қана өмірден кайф алмаймыз ғой. Всегда ондай болып жүре беретін болсақ, онда біздің сезімдеріміз қайда қалады, онда біздің, не знаю, басқа нәрселердің бәрі қайда қалады. Мысалы, ал екінші кайф бар, екінші бұл жүректен келетін сондай бір күшті сезім да. Бұл сезім болған кезде, мысалы, сондай жүректен рахат алатын. Мысалы, мен айтатын едім да, мен не істеймін, жұмыс істеп, зачем маған работать да? Менің күйеуім мені обеспечивает. Не істеймін мен жұмыс істеп, маған вообще керек емес жұмыс істеуге деген сияқты. Бірақ менің ішінде басқа адамдарға көмектескен кезде болатын ләззат бар ғой. Сол ләззат үшін, мысалы, ләззат үшін емес, негізі басқа адамдарға пайдалы болғым келеді деген. Мысалы, маған күнде таңертең тұрып жаңағы жұмысқа келу, басқа адамдарды тыңдап, олардың проблемасын шешуге тырысу да, түннің бір ортасында жазады да, мысалы, мынандай болып қалды, соған жауап беру деген сияқты. Менің нәпсіме шынымды айтсам маған қиын. Айтамын, шынымен де мен мындай чуть-чуть біртүрлі адаммын. Сол үшін маған қиын да. И айтамын да, бірақ сол нәрсе соңында маған кайф береді да, рухымның ішінде кайф береді. Или болмаса, мысалы, андай адамдар бар. Африкаға барады, Африка елдеріне барып, сол жақта жаңағы бүкіл өзі Америкада тұрады, или болмаса Европадан барғанда не болып жұмыс істейді. Кім дейтін еді? Сол жақта тегін жұмыс жасайды. Сол Африканың балаларына қарайды, жаңағы әртүрлі бір нелер ашады, қайырымдылық қорларын ашады, кәдімгідей сол жақта өмір сүреді. Сондай адамдар, мысалы, ол жақта ешқандай кайф жоқ, ол ешқандай мороженое жемейді, ол өзінің бүкіл жаңағы кайфтарынан, мысалы, ода күшті үй болды, допустим, жаңағы байлық болды, оның бәрін волонтерлар соның бәрін тастап кетті ғой, бірақ оның рухы кайф алып жатыр да, оның жүрегі кайф алып жатыр. И оның кайфы вообще салыстыратын кайф емес екеуінің кайфы. Мысалы, мороженыйдан алған кайфпен жаңағы волонтердің анау балаларға көмектескеннен алған кайфы екеуі екі түрлі кайф та. Сол үшін медицина жағынан, мысалы, ғылыммен бәрін санайтын болсақ,
есептейтін болсақ, ғылыммен санасып, жоқ осындай кезде осындай болу керек дейтін болсақ, онда біздің рухымызды олар, жүрегімізді олар ешқашан есептей алмайды, ешқандай есепке сала алмайды. И сол нәрселер. Одан кейін тағы да и бұл жерде тоже мысалы көбінесе не болады, көбінесе жұмыстан, мысалы көбінесе выгорание болады, мысалы дәрігерлер да қатты выгорание болады. Сол кезде тоже или басқа вообще кез келген жұмыста бізде өте жиі, Қазақстанда өте жиі выгорание болу, вообще Қазақстанда емес, бүкіл әлемде қазір сондай тенденция бар. И сол жақта ғалымдар, именно ислами ғалымдар зерттеген кезде айтқанда, бір қайырымдылықпен айналысу ең күшті адамға көмектесетін нәрсе қайырымдылықпен айналысу. Сол нәрсені жасаған кезде рухың кайф алады и басқаша бір сезімдер болады. Мысалы саған ол кезде уже дүние мүлік, там не знаю, атақ даңқ, ондай нәрселер уже қызық емес та. Сен просто адамдарға пайдалы болғың келеді, өзіңнің біліміңнің пайдасын бергің келеді. Сондай ниетпен істеген кезде сенің рухыңда бір шаршау деген сезім болмайды. Мысалы кейбір кезде болады, мысалы бұрында маған ақша керек болды деп айтсам, мысалы там белгілі бір хотелкаларым болды, сол үшін істеген кезде менде не знаю, шаршап келесің да ту деп жазған адамға жының ұстап айдалада өстіп отырасың да. Қазір это легче переносится. Басқаша да, өйткені мен білем не үшін бұл нәрсе, не үшін екенін білген үшін, ниетімді білген үшін жарайды дейсің да, кейбір нәрселерге айтасың, оп деген сияқты түсіністікпен қарауға тырысасың, эмпатия көбірек оянады. Мысалы бұрында мен айтатын, не үшін сендер 12-ден кейін жазасыңдар деген сияқты, қазір жаса, окей, мүмкін ауырып тұрған шығар, мүмкін жаңағы білмей тұрған шығар деген сияқты. И енді депрессияға кірген адамдарды көбінесе не болады, әрекет тоқтап қалады. Депрессияға кірген адамдарда әрекет болмайды, түк істемей жата бергісі келеді. Мысалы стиральный машинаны жаңағы ішіне заттарды салу керек, одан кейін оны қосу керек, одан кейін қосқаннан кейін ол бітеді, сосын пең-пең деген дауыс шығарады, оны барып ілу керек та. Осының барлығы негізінде әрекет та. Бірақ депрессиядағы адамға даже сол киімді барып стиральныйдың просто кнопкасын басу қиын. Не үшін? Өйткені ол әрекетті тоқтап қалады. Әрекет ол рухтың төменгі этаждарына қарай түсіп кетеді. И әрекеттің маңыздылығы туралы мысалы көбелектерді алайық та. Көбелектер қанатын қағады. Эффект бабочки деген білесіздер ма? Эффект бабочки деген бар. Анау менде просто ана жерде карта тұр да, соған қарап айтып жатыр. Южная Америкада, оңтүстік Америкада көбелектер бар екен, солар бір уақытта не істейді екен, жаңағы оянады ма сондай. И сөйтеді жаңағы қанаттарын бәрі қаққан кезде, сол кезде бүкіл анау теңіздердегі, теңіз емес, океандардағы циклондарға әсер етеді екен. Басқа жақтардағы бүкіл әлемнің ауа райына көбелектің просто қанатының мынандай несі бар ғой, сол әсер етеді екен. Енді представляйте, ол әрекет. Көбелектің қанаты, эффект бабочки деп оқысаңыз, негізі ол жақта күшті нәрселер бар, жазып оқып көріңіз, таң қаласыз. Аллах тағала какой-то бір аз ғана өмір сүретін бір көбелектің өмірі қанша, тоже не помню, дәл қазір өтірік, бірақ аз ғана өмір сүреді, өте аз ғана өмір сүреді, азып кетсе бір айда. Сондай ғана өмір сүретін көбелектің қанатының бүйтіп қаққаннан сондай бүкіл әлемнің ауа райын өзгертіп жіберетін, бүкіл әлемнің тағдырын өзгертіп жіберетін нәрсе жасап отыр да. Бүкіл сол көбелектің қанатының әрекеті сондай нәрсеге, сондай масштабқа ие бола алады. Енді сіздің бір әрекетіңіз да, сіздің бір жасаған бір әрекетіңіз, сіздің бір дұғаңыз да, ол да әрекет. 1-2 күн ғана өмір сүреді екен ол көбелектер. Мысалы 1-2 күн өмір сүретін көбелекпен сізді алыңыз да, адамды қандай қылып жаратқан? Алла тағала айтады, мен адамды халифа қылып жараттым дейді. Халифа деген не? Патша қылып жараттым дейді. Бүкіл жаратылыстың патшасы қылып жаратқан. Енді сіздің бір әрекетіңізге да, күшті бір рухыңыздың жоғары дәрежесіне шықтың, бір әрекетіңізге қандай тағдырлар өзгеріп кетуі мүмкін, я? Қандай нәрселер болуы мүмкін? Соны ойлау керек та адам. И сол кезде айтасың да, шынымен де мен неге әлі рухымның минус этаждарында, әлі қараңғылықпен түнектің, қара түнектің ішінде неге әлі жүрмін? Мен жоғарыға қарай шығайын да, мен өзімнің нормальный адам болайын да, осы потенциалымды ашайын да, Аллах берген төбеге қарай шығайын деп, басқаларға пайдалы болайын деп, сол жоғарыға қарай шығу. Мысалы тағы бұл неден айтуға болады, адам күннің шыққанына, жаңбырға, қардың жауғанына соған қарап ләззат алатын болса, оның рухы өседі екен. И сол кезде
егер де адам шүкір етпейтін болса, осы нәрселер оған обычный болып қалатын болса, шүкіршілікті сезбейтін болса, онда бұл депрессияның алғашқы стадиялары болады. И бұл депрессияның алғашқы сигналдары болады. И адам төмен 900 этаждан төменге қарай құлап бара жатқан осы нәрселер көрсетеді. Шүкірсіздік, яғни қасыңызда болып жатқан нәрселерді көрмеу, күннің шыққанына бүгін Алла шүкір, бүгін ояндым, аман есен, мен дем алып жатырмын, соған шүкір деп айта алмайтын болсақ, значит біз уже сол этаждардан астыға қарай, подвалға қарай құлап жатырмыз дегенді көрсетеді. И жалқаулық тоже рухымызға мұң береді. Бірақ нәпсімізге жалқаулық өте қатты ұнайды. Бәріміз жата берсек, телефонға қарап, тикток көріп, инстаграм көріп жата берсек күшті. И әрекетсіз жата бергіміз келеді. И жалқау болып бола бергендіктен ішіміз солай пысады. Рухымыз өйткені қатты сол ненің ішінде, денеміздің ішінде қысылады. И сол үшін адамға именно жалқаулық рухымызды қатты қысады. И адам әрекетте болған сайын оның рухы шарықтай түседі. Бір нәрсе жасау керек та, сол үшін спортпен айналысасыз ба, жүресіз ба просто. Үйді айналып жүрсеңіз де болады да. Жаңағы жұмысқа шық, любой әрекет жасауға болады. Сол кезде біздің рухымыз шамалы жоғарыға қарай шыға бастайды. Өйткені мысалы ақпаған су саси бастайды. Тұрып қалған су болса, ол сасиды. Сол сияқты тұрып қалған алтын тот басады. Адамда сол сияқты, егер де ұзақ уақыт тұра беретін болса, ол адамда саси бастайды. И жаман иіс шыға бастайды. И адамда басқа адамдарға, қоғамға ол токсичный адам бола бастайды. Сол үшін осы нәрсе пайдалы болу. Мына жақта бір сұрақ келіпті, айта салайын, жаңа міне мына жақта астында жауап та беріпті. Ой, көрмедім. Алла адамдарды қарызбен сынайды ма, жазалайды ма? Қарызбен негізі мына жақта жазған. Алла ешкімді жазаламайды. Адамның, и айтады да, бұл жақта тоже мынандай нәрсе бар. Адам өзіне зұлымдық жасайды. Біз өзіміздің ашкөздігіміздің соның кесірінен қарызға кіреміз. Бізге дәл қазір жетпейді деп тұрмыз, біз қолымыздағы бармен базар демейміз да, көбірек нәрсеге ұмтыламыз. И сөйтеміз да, содан қарызға кіреміз. Или болмаса финансовой неграмотностьтің. И сосын ары қарай не істейміз, содан қиналып жүреміз. Менде де бір өткен жылдары қарыз болды. Прям өте қатты қиын нәрсе. И өзімнің қателігімді айтамын. Аллах, мен өзіме зұлымдық жасадым. И қалай қарыздан құтылдым, ішімде спокойствие. Блин, и сол үшін айтамын да, Аллах ешқашан ешкімді қарызға кіргізбесін. Өйткені ол сондай бір сезім, қаласаң да, қаламасаң да астыға қарай түсіп кете бересің да. Ана қарызды ойлап кете бересің. Қарызды ойлаған сайын қара тұңғиыққа кіресің. Сол үшін максимально қарыз алмауға, ертерек жабуға тырысу. Финансовая грамотность тоже. Апам 14 жыл болды депрессияда жүріп, бір жыл жақсы болды, сосын қайтадан депрессияға түседі. Сол егер рухани жағынан алатын болсақ, бұл рухтың төменгі этаждарға түсуін көрсетеді. Но бірақ бұл жақта уже ұзақ уақыт болатын болса, міндетті түрде психиатрдың көмегін алу керек. Өйткені ол жақта уже тек қана рухтың ғана әсер етпейді, рух уже денеге әсер еткен да. Сол үшін ол жақта психиатрдың көмегін алу керек болады. Енді хикмет туралы айтқым келді деп айттым. Жаңа айттым ғой, адамда 900 этаж деп. Енді бұны медицина жағынан да көрсеткім келген. Менде мынандай не бар. Алдында үйде көрсеткен едім, тоже көрсетпедім, қабырғада ілініп тұрған. И сол кезде көп адамдар сұраған, бұл не деп. Или мына жақта сториста бөлсем ба, білмеймін. Карта бар. Қалай көрсетемін? Ал, қалай қарайды. Вот бұлай көрсете алады екен. Қазір. Вот мынандай карта, үлкен карта. Еще менде бұның бірнеше түрін істедім. Осындай мысалы шығардым да. Мынандай карта бар, мынандай карта бар. Осындай түрі бар картаның. Біреуін ғана көрсетейін, басқалардың бәрі принципе сондай. Соның ары жақ, бер жақтары барлығы үлкен карталар. Бұл не? Мына карталар тоже адамды көрсетеді. Мына картаның бәрі біздің неміз адам, адамның организмінде болып жатқан процесстерді көрсетеді. Барлығы осы 900 этажды да, біздің де міне, мына жақта биохимиядан вообще бізде 900 этажды карандашымды просто таба алмай қалдым, соны іздеп отырмын. Үстіне жазып көрсетейін деп едім. 900 этаждық мысалы осындай нәрсе. Енді мына жақтан не істеуге болады, мына жақтан бәрін көруге болады да. Қалай бізде қандай болып жатыр процесс, осының барлығын
осы карта негізінде ғалымдар зерттеген и көрсеткен да. И тоже этаж мына жақтан бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж, и этаждар бір-бірімен байланысты. Мысалы мына жерде келеді, мына жерде бізде энергия пайда болатын. Основной жол, осы жерде энергия пайда болады. И осы жерде мысалы тоже, егер де осы жерде бір бұзылыс болатын болса, мысалы мына жақтан энергия бізге 3 жол арқылы келеді. Бірінші бұл ақуыздар арқылы келеді. Жоқ, ақуыздар арқылы, мына жақта ақуыздар арқылы келеді. Екіншісі майлар арқылы келеді. Мына жақта майлар, май қышқылдар арқылы. Үшіншісі глюкоза, углеводтар арқылы, көмірсулар арқылы келеді. Мына жақтан ең основной жолымыз осы не арқылы алу, глюкоза арқылы алу, углеводтардан келетін энергия бізге ең күшті келетін. Одан кейін осындай нәрсе бар. И егер де осы энергия алмасу тоже бұзылатын болса да, организмде бір денсаулыққа байланысты бір проблема бар. И сол кезде не болады? Мынау домалақ айналмай қалады. Бұл домалақ айналмай қалған кезде адамда энергия азаяды, и ол адам мысалы жаңағы бір нәрсе істей алмайды. Мысалы қалқанша безінің проблемасы бар. Мына жақта тирозин қайда? Бір амин қышқылда, ол тирозин амин қышқылы ақуыздан келетін нәрсе. И соның бұзылуы бүлінді да, қалқанша безі дұрыс істемейді, келді да, мына цикл айналмайды, энергия жоқ. Или болмаса мына циклдан шығатын нәрсе бар. Мысалы мына жақта глутамат болып ары қарай шығып кетеді, немесе не болып қайда мынау нет, мочевина, зәр арқылы мына жақта мынау цикл мочевины деп аталады. Ағылшыншасынан просто миыма тез переводы келмей қалды. Мына жақтан осы жақтан айналып шығады да. Егер де мына жақ дұрыс айналмайтын болса, онда мына жақта мусорымыз көбейеді, или болмаса мына жақта мусорымыз көбейеді деген сияқты. Осындай нәрселер болады. Сол үшін бұл жерде де денсаулыққа байланысты өте көп нелер бар, жақтары бар да. Тек қана мысалы жоқ, рухымызды тек қана жоғарыға қарай шығарамыз деп ойлағанның өзінде, егер денсаулықпен проблема болатын болса, онда бұл нәрседе қиын бола бастайды. Сол үшін ең бірінші, егер мысалы ұзақ уақыт депрессия болатын болса, или болмаса анемия болатын болса, анемия қалай депрессияға алып келетін да, или болмаса қалқанша безінің проблемалары болатын болса, бұл да депрессияға алып келеді. Сондықтан дәрігерлік жағынан тоже қосып қояйын, пока мүмкіндік бар кезде денсаулықтарыңызды қарап, чекап өтіп, бұл жағынан дұрыстауға тырысыңыздар. Өйткені қанша жерден сіз жаңағы рухани практикалар жасасаңыз да, не знаю, бір нәрселер жасасаңыз да, әрине көмектеседі, мен айтпаймын жоқ, болмайды деп. Не үшін? Өйткені Алла тағала әділ. Алла тағала ешқашан айтпайды, жоқ, сен анализ тапсырмасаң, сен мынандай витаминді ішпесең, онда мен саған шипа бермеймін деген нәрсе жоқ. На самом деле, айтамын ғой, медицинаның бәрі как будто өтірік сияқты да. Не үшін? Өйткені неден мысалы дәрілерден келетін ақша бар ғой, қанша ақша келетін жыл сайын қарасаңыздар, олардың обороттарын енді ужас, енді таңғаласың да, қанша миллиардтап ақша, мысалы витаминдерге болсын, әртүрлі дәрілерге болсын, миллиардтап ақша айналып жатыр да ол жақта. И ол күшті нәрсе, оны адамдар ол ақшаны жоғалтқысы келмейді. И олар всегда ауруларды, әртүрлі ауруларды не істеп отырады, шығарып отырады. Мысалы ковидта қанша адам вакцина алды, вакцинаға ақша төленді. Короче, сондай нәрсе. Бизнес оның бәрі. Енді Алла тағала әділ ғой. Алла тағала әділ, ешкімге айтпайды, саған ақшаң жоқ болса, мен сені емдемеймін деген ондай нәрсе жоқ Алла тағалада. Барлығына шипаны береді. И шипа Алла тағала ешқандай айтпайды, міне қымбат нәрсені ал, мынандай қымбат витаминді ішсең, сен жазылып кетесің деген нәрсе жоқ та. Өйткені байға да, кедейге де Алла тағала бірдей қарайды. Бай болсаң да, кедей болсаң да бәрібір да, сен адамсың, болды. И тек қана сенің ішіне қарайды, рухыңа қарайды деген сияқты нәрселер. Енді қандай витаминдер? Алла тағала не береді бізге, қандай шипа береді да? Негізінде ең күшті бұл тамақ. Егер сен дұрыс тамақтансаң, онда сенде уже шипаны табасың. И мысалы, мына жақта мен жаңа картаны көрсеттім ғой. Ол жақтың өзінің барлығын дұрыс тамақтану арқылы толықтыруға болады. Мысалы, сіз егер шынымен де дұрыс тамақтанатын болсаңыз, сізде ешқандай барлық процестер дұрыс жүре бастайды да? Біздің проблемамыз или көп жейміз, или дұрыс емес жейміз, сондай нәрселер. Или бір-бірінің үстіне жейміз. Содан кейін не бар? Ары қарай екінші нәрсе бұл таза ауа. Таза ауа тегін. Бәрімізге береді. И дұрыс демалу. Просто
демаламыз и все да. Одан кейін үшінші нәрсе бұл су ішу. Алла тағала суды да бәрімізге тегін беріп тұр. Сол суды ішсек нормально, тамақтан бөлек да. Бұл туралы да тоже айтқым келген, бір күн тоже бір эфир жасармын мүмкін. Су ішу, тамақ ішу екеуі туралы. Сол нәрсе бар. Одан басқа тағы қандай? Қозғалыс тегін, спортпен айналысу тегін, мысалы далада жүру деген сияқты ол нәрселердің барлығы тегін. Осындай тегін нәрселерді де жасауға болады. Одан басқа тегін нәрселер негізінде көп, просто дәл қазір ойыма келмей тұр, өйткені бірнеше минуттан кейін маған уже шығу керек, психологпен сессиям болады. Сол үшін сол уақытқа қарап тұрмын. Енді биологиялық жағынан организмде сбой болса, биологиялық жағынан организмде сбой болатын болса, мысалы анемия бар да, мысалы, или болмаса қалқанша безінің қызметінің бұзылуы бар. Ал қалқанша безі не істейді? Қалқанша безі біздің мына жерімізде орналасқан, ол миымыз бен жүрегіміздің арасындағы байланысты орнатып тұратын орган. Егер қалқанша безінде сбой бар, онда не болады? Или біз миымызбен жұмыс істейтін боламыз, или тек қана жүрегімізбен жұмыс істейтін боламыз. Миымен жұмыс істейтіндер ол тек қана факторға ғана сеніп қалған адамдар. Мынандай болса мынандай болады, мынандай болса мынандай болады, мынандай болды, значит мынандай болады деп қалған адамдар да. Бәрін ғылыми дәлелдегісі келеді. Басқа нәрсе жоқ дейтін. Ал жүрекпен істейтіндер олар не? Олар тек қана жүрек бар дейтіндер. Мысалы, олар медицина болсын или там басқа ғылым, оның бәрін жоққа шығарады, айтатын. Жоқ, ондай нәрсе жоқ, оны адамдар құрастырып алған, или болмаса тағы не, или зікіршілер болады, кейбір. Ол зікіршілер жаман деген нәрсе емес, просто тек қана соған ғана беріліп кеткен, басқа жағынан еш нәрсе қарамайтын. Сондай нәрсе, фанатик болып кетеді, короче. Сол екеуінің арасын байланыстырып тұратын қалқанша безі. Сол екеу мимен де, санаңды да қолданасың, жүрегіңді де қолданасың. Сол екеуінің арасында баланс болса, қалқанша безі дұрыс болса, сол баланс дұрыс болады деген сияқты нәрселер. Денсаулықтың маңызы туралы просто ол этаждарға шығудағы. Енді медицина екіге бөлініп кетті, дәлелдік және нутрициология. Дәлелдік және, бұл жақта тоже, да, нутрициология дегенде, бұл интегративная медицина, нутрициология деген жоқ, интегративная медицина. Интегративная медицина деген барлық дәрігерлері, ол обычный универді оқыған, яғни дәлелді медицинаны оқыған адамдар. Енді жаңа мен сіздерге картаны көрсеттім. Бұл картада, мысалы, алатын болса, мына жердің барлығында, мына процесстердің барлығы жүру үшін определенный витаминдер керек. Мысалы, мына жерде май қышқылдарының, майдың мына жақтан келеді, май қышқылдарының мынау процесске кіріп бізге энергия беру үшін бізге B6 деген витамин обязательно керек. Или болмаса мына жақта мысалы, не дейді? Ақуыздар мына жақта. Углевод, қазақшасын ойымнан шығып кете береді. Углеводтар мына жаққа келу үшін, мысалы, бізге или мына даже ненің айналу үшін бізге не керек? Над, фат деген екі витамин керек. Надаш, фадаш деп аталады. Ол B2, B1, B3. Мысалы, сондай витаминдерді просто даже мынаны айналу. Или болмаса мына жақта мен сіздерге көрсете аламын. Мына жақта мысалы витамин А. Бұл мен құрастырмаған, или там нутрициологтар құрастырмаған, бұны бүкіл әлемнің биохимиктері қаншама жылдар бойы ойлап құрастырғанда. Мысалы, мына жақта витамин А тұрда, тағы да қандай бар көрсетейін, тағы да. Міне, витамин Д да, мысалы, тағы не бар мына жақта? B9, B12, кобаламин, мысалы, B12. Қалай әсер етеді бүкіл организмға? Барлығына қалай әсер етеді? Осының бәрін негізі көрсеткен да, и как бы, не знаю, просто кейбір кезде сондай нәрсе, просто оны басқа бір темада айтайын. Эфирді аяқтайық, өйткені менде уже қазір бір нәрсе бар, психологқа баруым керек. Сол, рахмет сіздердің барлықтарыңыз. Сау болыңыздар, қайырлы күндерің жақсы өтсін. Рамазан айын пайдаланып, рухтарыңызды жоғары этаждарға шығаруға тырысыңыздар.